бас төреші. Осы бір шабуылды көріп тастайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Қағып тастағанын көріп отырмыз. Міне алғашқы минуттардан алаң иелері осындай қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Негізгі құрамда алаңға шығып отыр. Жеңістің шабуылы соққа қиындық тудыратын еді. Өте ауыр соққы, шыны керек. 42-ші нөмірлі Нұрлан шабуыл шебінде ойнайтын жігіт бағын сынап көрді. Бұл әрине дұрыс. Боскин айырылды. Ал қазір мына бір шабуыл өте қауіпті болуы мүмкін. Есенәлі Сүйінбек. Қазір міне жеңістің шабуылының бірі Серікбаев Ильяс. Әдемі пас шығарып беруге тырысады. Шамамен міне тура орталық шеңбердің қасынан алға пас. Және қазір 20-шы минут өтіп жатыр, көз ашып жұмғанша 20 минут. Райс дәл осы қазір өте қауіпті шабуыл, баспен бағытталған доп. Оңтүстіктің шабуылы, қараңыздар, өз оңтүстік жеңіс бірінші орынға көтерілді. 31 ұпай бар. Ал мына допты соқса 3 ұпай. Өте әдемі жүйелі шабуыл. 4-1-дей қорғаушы, 2-1-дей футболшыны ұстай алмаған. Қараңыздар, барлығын дұрыс жасады. Бақылап жүр. Ортадағы тұтқауыл футболшы. Міне соққа! Міне осындай сәттер жетіспей тұр бұл кездесуге, құрметті көрермен. Ибрахим Айкманов тағы да бір мәрте командасын құтқарып қалды. Және гол! Ильяс Серікбаев жаңа ғана, осының алдында ғана бағыттаған добы қақпадан биік кеткен болатын. Бірақ келесі мүмкіндігін өте керемет тиімді пайдаланып кетті. Оңтүстік қақпасына соқты. Мінекей өте әдемі пас, ешкім жауап үлгермеді. Қанша кедергі келтіруге тырысса да оңтүстік қорғаушысы Ильяс Серікбаев білгенінен жаңылған жоқ. Алдын орап кетті, шыны керек. Оңтүстік қорғаушысының алдын орап кетті. Солайша допқа бірінші жетіп, 2 минут алғашқы тайымға қосылды. Ерғалиұлы бұрыштама добын көтерді. Баспен соққы жасайтын кім бар екен қазір? Дегенмен қазір соққы және гол! Қорғаныстағы өрескелі қателік және жеңістің қорғаушысы Ердәулет Исмаилов допты қақпа торында тулатып отыр. Қосымша алыстамаңыздар. Деген сөз 6-шы нөмірлі Умитжон Миралиев бірінші таймда да осы футболшы бұрыштама добын орындаған. Қазір өте қауіпті шабуылдардың бірі және гол! 51-ші минутта оңтүстік есеп айырмасын қысқартып кетті. Ал ендеше құрметті көрермен, біз айтқан едік, бұрыштама добы өте қауіпті деп, соны оңтүстік өз пайдасына толығымен жаратып кетті. Мұхтаров 44 сол құрамнан енген футболшыны көрдік. Соғылған голды қайталап көруге мүмкіндігіміз бар. Мінекей әуедегі допқа талас жалғаса берген осы тұста, ал Арда Мұхтаровты ешкім жаппаған. Қараңыздар, бір өзі қараусыз қалып қойған 44-ші нөмірлі шабуылшы аяғына келген допты қақпа торында тулатты. Есеп 1-2 болған сәт. Және өте жақсы естіліп жатыр бізге әзірге. Сонымен қазір тағы да қауіпті сәт. Қақпан қайталап көрейікші. Осы бір қауіпті ұмтылысты. 42-ші нөмірлі Нұраби Нұрлан бағыттаған доп. Кішкене ғана қалған екен ғой. Атырау мен Алтай арасындағы матч Атыраудың Суде Ремонтник стадионында өтіп жатыр. Ол жақта өкінішке қарай әлде болса есеп ашылмаған екен. Асылбек Фахреддиновтың пасы және Арда Мұхтаров есеп 2-2. Айттық қой, жеңіске 3-ші голды салу керек деп, бірақ олардың қолдарынан келмеді өкінішке қарай. Ал осылайша есеп 2-2. Асылбек Фахреддиновтың ерен еңбегі
оң қапталдан ұмтылыс, нағыз Джокер. Қапталда біршама қысым жасап жатқан Асылбек Фахридиновтың бұл голға қосқан үлесі орасан зор. Ал Арда Мұхтаров өзіне берілген мүмкіндікті жалғастырды. Сары жейделі команда 3-ші голдың қамына кірісті. Қазір өте қауіпті сәт және тамаша. Сейхан Амандықов ойыннан тыс қалып кеткен екен, қайталап көрейік. Шынымен де офсайд болды ма? Мына жерде ешқандай офсайд жоқ қой. Мына жерде ешқандай офсайд. Асылбек Фахридинов, бұл футболшыға доп беруге болмайды. Қазір қақпаға соққы. Альзаир Райс. Көрермен. Фахридинов шыққалы бері міне оңтүстіктің оң қапталы өте белсенді. Барлық шамамен шабуылдың 90% осы түйіндейміз. Ортаға сырылған пас және Есенәлі Сүйінбек допты қақшы бола ма екен? Жоқ, ондай болмады. Рауан Жұрымбетов, Рика қанқу соққы. Сол аяғымен жасады. Жұрымбетов және түбінде бұрыштама добын орындайды. Дер кезінде. Минутта Арда Мұхтаров есепті 1-2 қылды. Қазір алыстан бағытталған соққы. Мүмкіндік бар, соққы жасайтын Фахридинов. Жаңа шабуылға көшті. Сонымен қазір Асылбек Фахридинов, Асылбек! Талуына 5 минут бар, құрметті көрермен. Міне қайталап көрейік. Оң аяқпен жасалған екен. Жақын бұрышқа және тағы да қауіпті сәт. Соққы! Үш берген біз қайталау көріп отырған сәтте мүмкіндік. Мына доп қақпаға енгенде осы Б лигасының әдемі голдарының бірі. Көмек қолын созуда. Сіңірлер тартылып жатыр және соққы және гол! 92-ші минутта жеңіс голын соғып кетті. Бұл команда тең ойнамаймыз дейді. Тең есепке келіспейді. 3 матчта жеңіліп 11-ші ойынында жеңіске жетуге қазір елордалықтар өте бағанадан бері негізі айбалаңына еніп соққы жасауға тырысып жүрген жеңіс футболшылар. Бұл жолы міне айбалаңына енбей бір футболшыны қапыда қалдырып кетті де Нұрғиса Шәріпбай допты қарсылас қақпасында тулатты. Қақпашы дайын болғанымен мынандай жойқын соққыны қайтару өте қиын. Есеп қазір 2-3, есеп 3-3. Есеп 3-3, ал ендеше Асылбек Фахридинов. Не істеп жатыр екі команда, не істеп жатыр? Енді ғана есепте алға шыққан жеңістің салысуға кетті. Жылдам гол. Біз Фахридиновтың голын дұрыс көре алмадық. Қақпашы айдалада қалып қалған екен ғой. Фахридинов аяғына келген допты қақпаға бағыттады. Оның жолын Иса Алиев шабуға тырыс баққан дегенмен ол қолынан келмеді. 3-3 араласатын сәтті Иса Алиев. Мына жерде Нұрғиса Шәріпбайдың екі футболшыны қалай өтіп кеткенін көрдіңіздер. Шөйінен өткен ортаға пас берді. Иса Алиевтің соққысы қақпаға дарымады, қорғаушыларға тиіп. Бұларда екі командаға тек қана сәттілік тілейміз, құрметті көрермен. Сіздер үшін бұл матч